осынау әр күні қуанышқа, жаңалыққа толы жарқын өмірімізде небір айтулы мерекелер де той-думан да аз емес екені белгілі. Алайда әр халықтың ежелден өзімен бірге жасап, оның бай өнер дәстүрі, әдет ғұрып, ұлттық ерекшеліктерімен біте қайнасқан өз төл мейрамының алар орны тым өзгеше болатыны да рас. Иә, бүгін 88 жыл көктемінің ақшуақ таңы, халқымыз өзінің ежелгі жаңа жыл тойы Наурыз мейрамымен ұзақ жылдан соң қайра қауышқан күн. Өкінішке орай, осынау жарқын жүзді жас ұрпақ Наурыз мейрамымен бүгін алғаш рет енді ғана жүздесіп отыр. Ел басына түскен ауыр нәубет тұрпайы асыра сілтеушілік зардабына Наурыз да ұшырап, ұзақ уақыт бойы тоқтатылып келді. Тек 1985 жылдың арайлы апрелінен басталған шынайы революциялық рухтағы қайта құрудың ұлы жаңару самалы ғана бір кезде нақаққа күйген кейбір абзал азаматтар есімдерімен бірге арада тура 62 жыл өткенде халықтың аңсай күткен Наурыз мейрамын да арамызға қайтып оралды. Қайта оралуыңмен, қадірлі Наурыз.